Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда алгебра 7 сынып 2-1, 2-25 есептерін шығару жолдарын көрсететін боламын. Бұл бізде бір мүшелер тақырыбы деп аталады. Әдеттегідей Instagram парақшама жазылыңыздар. Мына бетті видеоны паузаға қойып оқып алыңыздар, мен болсам бастаймын. Так, бір мүшелер тақырыбы, мына жерде енді тақырыбымызды есептерін бастамас бұрын айта кетейін. Бір мүшелер дегеніміз мына жерде сан бөлігі, яғни коэффициенті алдындағы қандай да бір, және де ары қарай айнымалылары дәрежелерімен жазылған мына мүшені айтамыз. Осы бізде бір мүше деп аталады. Мысалы, -6 а-ның квадраты б с-ның кубы деген секілді. Сол бір мүшенің бізде стандарт түрі болады. Яғни біз а-ның квадраты -6 деп жазып қоймаймыз. Ең алдымен бірінші санды, ол сан коэффициент деп аталады. Ары қарай әріптерді дәрежелері бойынша жазып қоямыз. Бір мүшенің дәрежесі дегеніміз осы жазылған әріптер, яғни айнымалылардың барлығын дәрежелерінің қосындысы. Қазір тапсырмалардың арасында мынандай сұрақтар келуі мүмкін. Бір мүше беріледі дағы да осының дәрежесін сұрайды. Бір мүшенің дәрежесін табу үшін мына жердегі, егерде жазылмаса бір бар деген сөз, мына жердегі әріптердің, яғни айнымалылардың дәрежелерін қосасыздар. 2-ге 1-ді қосса 3, 3-ге 3-ді қосса 6, яғни мына бір мүшенің дәрежесі 6-ға тең деген секілді. Ал коэффициенті -6-ға тең. Қазірге жеткілікті деп ойлаймын осы айтқан нәрселерім, сондықтан 2-де 1-ден бастай берейік. 2-де 1. Қараңыздар, қолайлы тәсілмен есептеңіздер дейді. Біріншісі, бұл енді 5-ші сынып болып кетті ғой, 4 көбейтілген 37 көбейтілген -25. Мен 4-ті 37-ге көбейткенше, көбейтіндінің орындарын ауыстырған мәні өзгермейді ғой. Мен 4-ті -25-ге көбейтемін. 4-ті -25-ге. Одан соң барып 37-ге көбейтемін. Не үшін? 4-ке -25-ті көбейтетін болсақ, бізде -100 болады ғой. Сонда -100-ді 37-ге көбейтетін болса, -3700 болады. Мінекей, енді мен видеоларымды басынан бастап көріп жүрген шығарсыздар, сондықтан сіздер білесіздер, мен әр тапсырманың 1-ші және 3-ші нөмірлерін көрсетемін. 2 көбейтілген 4 көбейтілген -87 және де 125. Мінекей. Бірінші 4-ке 2-ні көбейтемін болады. 4-ке 2-ні көбейтетін болсам 8 болады. Ол 8-ді барып мен 125-ке көбейтемін, одан кейін барып -87 көбейтемін. Не үшін? Өйткені 8-ге 125-ді көбейтетін болсам, менде болады 1000. Сонда 1000-ды -87 көбейткен кезде -87 деп жазып, артына 3 нөл тіркеп жазып қоя саламыз. Міне осылай өздеріңіз ыңғайлы тәсілдермен шығарасыздар, тиімді тәсілмен. Мысалы 4-шісінде мына бөлшек санмен 19-ды көбейтсеңіздер, 19 мен 19 қысқарады. 2-шісінде 8 мен 125-ті көбейте саласыздар, 5-шісінде 25 мен 4-ті көбейте саласыздар. Енді бәрін айтпай қояйын, сонымен келесі 2-де 2-ші есепке өте берейін. Нөмір 2-де 2. Амалды орындаңыздар дейді. Кәнекей, бірінші амал. 2b көбейтілген -3c. Мінекей, бұндай жағдайда 2 бір мүшені көбейтіп отқан кезде біз бұны бір мүшеге айналдыруымыз керек. Қалай? Әріп, яғни коэффициенттерін көбейтесіздер. Бірінші 2-ге -3-ті көбейтесіздер, и b мен c-ны көбейтесіздер. 2-ге -3-ті көбейтсе -6, яғни -6 bc мәні шығады. Келесі нөмір 3-шісі. 8x көбейтілген -2-ден 1 y деп тұр. Енді минусқа плюсті көбейтсе минус шығады, оны минустың басын ең алдына жазып қойып, 8-ге 2-ден 1-ді көбейтеміз, и ең соңында x пен y жазылып тұра береді. 8-ге 2-ден 1-ді көбейтсе 4 болатын білесіздер, -4xy деген жауапты аламыз. Міне балалар, осылай орындайсыздар. Яғни көбейткен кезде коэффициенттерін көбейтесіздер. Коэффициенттер деген ол алтында тұрған сандары, потом әріптерін көбейтесіздер. Сонымен нөмір 2-де 3-ші тапсырма. Дәрежеге шығарыңыздар дейді. Дәрежеге шығару а-ның кубы осының квадраты. Бұл енді алдыңғы сабақ, дәрежесі бір-біріне көбейтіледі. 3-ке 2-ні көбейтетін болсақ 6. Так, 3-ші нөмірлер көрсетейін. 4m кубтың бізде болады квадраты. Жеке квадрат дейміз, 4-тің квадраты дейміз, потом m кубтың квадраты дейміз. 4-тің квадраты 16, ал мына жер дәреженің дәрежесі көбейтіледі, 16 m-нің 6 дәрежесі болады. Мінекей. Енді сіздерде бұл жерде 1 мен 3-ті өзім айтқандай көрсетіп ары қарай кете берсем болады, бірақ қайсысы сұрақ болуы мүмкін? Сіздерде мысалы 6-шысы сұрақ болып қалуы мүмкін. 2/2-ден 1 x y квадрат
осының квадраты дегенді қалай жасаймыз? Бірінші мына аралас санды әрқашанда онда көбейту, бөлу амалдары, дәрежеге шығару амалдарын орындаған кезде бірденнен бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Яғни 2-ден 2 4 1-ді қосса 5, 2-ден 5 болады. X, y квадрат, жақшаның сыртында квадрат. Жеке-жеке квадраттаймыз. Бұлай қайтадан көшіріп жазу жүргенше бірденнен бастай берейік. 5-тің квадраты 25, 2-нің квадраты 4, x-тің квадраты x квадрат, ал y квадраттың квадраты дәрежелері көбейтіледі. 2-ге 2-ні көбейтетін болса 4 болады. 4-тен 25 x квадрат y-тің 4 дәрежесі. 4-тен 25-ті қалай жасасақ болады? 6,4-тен 1 x квадрат y-тің 4 дәрежесі деп жазсақ болады. Міне балалар, 2-де 3-ші тапсырма осылай. Келесі нөмірі 2-де 4. Бір мүшені стандарт түрде жазып, оның коэффициентін көрсетіңдер дейді. Жақсы. Бірінші сан 0,5 m көбейтілген 2x. Сан мен санды көбейтеміз. 0,5-ке 2-ні көбейтеміз, және де m мен x-ті көбейтеміз. 0,5-ке 2-ні көбейтсе 1, яғни бір жай ғана mx қалады. Яқты 1 қалады. Бізге айтты ғой, коэффициентін көрсетіңдер деп. Коэффициенті 1. Коэффициенті 1. Енді дәптерге коэффициенті 1-ге тең деп жазып жүресіздер. Енді мен жазбай қояйын. Сіздер өздеріңіз солай жазасыздар тапсырманы орындаған кезде. Немесе қара қарындашпен ба бұлай санды қоршап қойсаңыздар болады. 2-де 4-тің кәнеке 3-шісін орындап көрейік. 8b квадрат b дейді. 8b квадрат b көбейтілген b квадрат. Мынаяқта b дегеніміз ол дәрежесі 1 ғой. Сонда 8b-ның дәрежелері қосылады, көбейтіліп тұрса, негіздері 1 болса, дәрежелері қосылады. 2-ге 1-ді қосатын болсаңыздар 3. Соғында 8b 3 дәреже. Так, бізге коэффициент керек. Коэффициенті ол 8. Әріптердің алдында тұрған сан ол бізде коэффициент деп аталады. Болды осылай. Так, не қиын болуы мүмкін? Бір мүшені стандарт түрде жазу керек екенбіз ғой, бәрібір есептейді екенбіз, міне. Болды, басқа сан мен санды көбейтесіздер, сол сіздерде коэффициенті болады. Басқа не жерде қиын ештеңе көріп тұрған. 4,5 дегенді 9 бөлінген 2 деп аламыз да, 3-тен 4-ке көбейтеміз, ол қысқарады. Давайте 5-ті көрсетейін сіздерге, сонымен барлығы түсінікті болады. Қалған тапсырмаларды полностью орындай аласыздар деген ойдамын. 3-тен 4 көбейтілген x-тің квадраты y көбейтілген 4,5 и x-тің кубы деген тапсырма беріліп тұр. 3-тен 4 тұра берсін. Ол санға санды көбейтеміз ғой. 3-тен 4-ке 4,5-ды көбейтеміз. 4,5 деген 9 бөлу 2. И x квадратқа x кубты көбейтеміз. X квадратқа x кубты көбейтеміз. И y жоқ екен. Y бір өзі тұр екен. Көрдіңіздер ма? Қараңыздар. Санға санды, мынау x-ке x-ті, y бір өзі тұрғандықтан y жазылып тұра береді. Сонда бізде мына жерде 9 бен 3 қысқаратта 3 болады, 4 бен 2 қысқаратта 2 болады, 3-ке 2-ні көбейтетін болса 6 болады. 6. Мынаяқта дәрежелер қосылады да 6x-тің 5 дәрежесі y қалады. Мінекей осылай. Енді мен 2-де 5-ші тапсырмаға өттім. Көбейтуді орындаңыздар. Тура осылай екен ғой, бір мүшелерді көбейту. Мысалы, -11 a-ның квадраты b көбейтілген 0,3 a-ның квадраты b-ның квадраты дейді. Сонымен бірінші сан мен санды көбейтеміз, яғни -11-ге 0,3-ті көбейтеміз. Бұны жақшаға алып бөлек жазып қойсаңыздар болады. И a квадратқа көбейтемін деп жақшаға алып бөлек жазып қойсаңыздар болады. И b-ға b квадратты көбейтемін деп жақшаға алып жазып қойсаңыздар болады. Мінекей. Түсінікті ме? Қараңыздар. Сан 11-ге 0,3-ті a квадратты және де мына b мен b квадратты бөлек жазып қойдым. Сонда кәнекей 11-ді көбейтейік 0,3-ке. Бізде болады 3,3 минус 3,3 дәрежелері қосылады, аның 4 дәрежесі. Бұл алдыңғы сабақтың тақырыбы болғаннан кейін қайта айта бермеймін, алдыңғы сабағымыздың тақырыбы болғаннан айта бермеймін. Енді нөмір 3-шісін көрсетейік. Минус 0,6 көбейтілген m-ның квадраты n. И минус 10 mn-ның квадраты. Так, жазамыз. Минус 0,6-ға көбейтеміз минус 10-ды. Енді бұл жерде қараңыздар, минус таңбалы санға, мына жерде минус таңбалы санды көбейтіп отқаннан кейін плюс таңбалы шығатын белгілі, сондықтан оны назарға ілмей ақ қояйық. Жай ғана 0,6-ға 10-ды көбейтемін деп жазып қояйын. Так, m квадратқа m-ді көбейтемін деп жазып қояйын.
одан кейін n-ге n квадратты көбейтемін деп жазып қояйын. Міне 0,16-ға 10-ды көбейтетін болса бізде 6, m квадратқа m-ді көбейтетін болса m-нің кубы, n-ге n квадратты көбейтетін болса n-нің 3 дәрежесі болады. Болды. Түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Қалғандарына сәттілік. 2-де 6. Өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Енді бұл жерде 3. Яқта x y-ге көбейтеміз дейді. Минус 7 x y-дің квадратын дейді. Көбейтеміз 4x квадрат y-ге дейді. Әдеттегідей, бірінші коэффициенттерін, яғни минус 7-ні 4-ке көбейтесіздер. Сандарын. Одан кейін x-тарды. Мына жерде 1x, мына жерде x және де x-дің квадратын жазып қоямыз. Y-тарды. Мына жақта y, мына жерде y-дің квадраты және де y. Мінекей, оранжевый түспен санға санды, розовый түспен мына x, x-ті, жасыл түспен y-ті. Түсінікті, әрқайсысын бөлек-бөлек көбейтеміз. Минус 7-ге 4 көбейтсеңіздер, минус 28. Мына жердегі дәрежелерін қосатын болсаңыздар, x-тің квадраты, мына жақта y-тің квадраты болып жазылады. Болды. Ары қарай түсінікті деп ойлаймын. Келесі бетке өтейік. 2-де 7 дәрежеге шығарыңыздар дейді. 2-де 7 дәрежеге шығару керек. Біріншісі, бұндай есептер күшті есептер, өйткені түсініп алуға оңай, қалғандарын шығару да оңай. Кубы. Яғни болды, жеке-жеке дәрежеге шығару деген осы амалды орында да есептер болады ғой. 3-тің кубы және де а квадраттың кубы. 3-тің кубы бізде 27-ні береді, а квадраттың кубы 6 дәреже. 27 а-ның 6 дәрежесі болады. Так, үшіншісі, минус m-нің квадраты n k-ның кубының бізде болады 5 дәрежесі. 5 дәрежесі дейді ма? Енді жеке-жеке жазсаңыздар болады, ерінбей. Біз не байқапты? Бірінші бұл минуспен жұмыс жасайық. Жақшаның ішінде минус таңбасы тұр, жақшаның сыртында тақсан тұр. Сіздер білесіздер, бұндай жағдайда минус таңбасы сақталады. Көбейтіледі дәрежелер. Яқта 10, мына жерде 5, мына жерде 15 дәреже болады. Мына 5, 6 ұқсап қалды. Қайтадан жазайын 5. Мынау да 5. 2-де 8-ші тапсырма. 2-де 8. Бір мүшенің квадраты түрінде келтіріңдер дейді. Бір мүшенің квадраты қылып жазыңыздар дейді. Кәнекей. Біріншісін қараңыздар. 16 а-ның 4 дәрежесі. Бір мүшенің квадраты түрінде жазыңыздар деген, мінекей жақшаның ішіне бір мүше жазамыз, соның квадраты болу керек. Енді 16 4-тің квадраты неке белгілі, а-ның 4 дәрежесі а-ның квадратының квадраты екенін белгілі. Көбейтіледі екеуі міне. Мына жақшаны ашқан кезде қайтадан мынау шығады ма тексеріп аласыздар. Болды. 16 а-ның 4 дәрежесін бір мүшенің квадраты түрінде жазатын болсақ, 4а квадраттың квадраты деп жазылынады. Үшіншісі 0,4 b-ның 12 дәрежесі. Енді бұл тағы да b-ның 12 дәрежесі қандай санның квадраты? b-ның яғни дәрежелер көбейтіледі ғой енді. 2-ге 6-ны көбейтсек 12 болады, сондықтан b-ның 6 дәрежесі болады ішінде. 0,4 деген 0,12-ның жаңағы 0,12-ның квадраты 0,4-ге тең. Мына жақшаны ашқан кезде қайдадан мұнан өзі шығады ма тексересіздер. Менде жағдайымда дұрыс шығып тұр. Болды. Солай. Енді 2-де 8 болса, мен 2-де 9-ға келдім. Стандарт түрге келтіріңіздер дейді. Кәнекей. Біріншісі. Минус 2а-ның 4 дәрежесі және де b-ның квадраты и осы бізде кубын табыңыздар дейді. Енді мына минус таңбасы сақталады бәрібірде, өйткені тақсан 2-ның кубы 8, көбейтіледі дәрежелері 12 және де 6 болды. Үшіншісі. Минус 2x y-тің кубы осының 4 дәрежесі. 4 дәреже. Мына минус таңбасы 4 дәреже жойылады. 2-ның 4 дәрежесі 16-ға, x-тің 4 дәреже және y-тің 12 дәрежесі. Қайта-қайта айта бермей, мына жерде уже алдыңғы сабағымыздың тақырыбы ережелері орындалып жатыр. Сонымен 2-дің 10-ды комментарийға жаза кетіңіздер. Сабақ түсінікті болып жатыр ма? А тобын біттік, енді Б тобына өтіп жатырмыз. Өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Біріншісі 10а және де b-ның кубы. Көбейтілген жақшаның ішінде минус а-ның квадраты b дейді. Және де 0,5 жақшасы жаза беруге болады. 0,5 b-ның кубы. Мінеке мұнаны орындайын деп жатырмыз қазір. Бүйтіп қоршап қойғаным сіздерге дұрыс болады ма? Енді
не істейміз? Бірінші сандарды, яғни коэффициенттерді көбейтеміз. Ең алғашқы көзге түсіп тұрған мына минус таңбасы. Жақшаның сыртында ешқандай дәреже жоқ, сондықтан ол минус таңба сақталады. Соны ең алдына шығарып қойсаңыздар болады, ең алдына. 10 мен 0,5-ті көбейтемін дейсіздер. 10 мен 0,5-ті бөлек. Алар ғана. Аларды көбейтесіздер. Мына жерде а тұр, потом а квадрат тұр. Б-ларды көбейтеміз. Б-ның кубы, ортада Б және де Б-ның кубы. Тең. Минус 10-ға 0,5-ті көбейтетін болсаңыздар, бізде 0,5 деген 2-ден 1, 10-ді 2-ге бөлетін болса 5. Яғни алдындағы минус таңбасымен минус 5. А-ның кубы, Б-ның 7 дәрежесі. Бұл алдыңғы сабағымыздың тақырыбы. Симай қалайын деп тұр қазір менде, сондықтан келесі үшіншісін көрсететін. 1 мен 3-ті көрсетіп атырмын ғой. Үшінші нөмірі. X, Y көбейтілген минус X-тің 5 дәрежесі Y-тің кубы. Одан кейін бар көбейтілген минус X-тің кубы Y-тің 8 дәрежесі тең болады. Қараңыздар, ең алғашқы көзге түсіп тұрған нәрсе ол таңбалармен жұмыс жасаймыз. Минус таңбалы санға минус таңбалы санды көбейтейін деп жатырмыз. Минус таңбалы санға минус таңбалы санды көбейтсе, плюс таңбалы сан шығады. Яғни минус жойылады деген сөз. Сандар жоқ екен бұл жақта. Сан жоқ, сондықтан тек әріптермен бөлек-бөлек. Бірінші жақшаға X көбейтілген X-тің 5 дәрежесі көбейтілген X-тің кубы. Екінші жақшаға Y көбейтілген Y-тің кубы көбейтілген Y-тің 8 дәрежесі. Болды, X пен Y қана болып жүрді. Тең, мына жерде бірінші жақша бойынша X-тің 9 дәрежесі болады, екінші жақша бойынша X-тің 12 дәрежесі болады. Болды. 2-де 11-ші тапсырмаға өтейік. Бір мүшенің квадраты түріне келтіріңдер дейді. Яғни мына жерде 3-ақ тапсырма екен, мен давайте сіздерге тек екіншісін көрсетейін ортасындағы. Қалғандарын өздеріңіз орындайсыздар. Қалай жасаймыз? Яғни 9 Б-ның 4 дәрежесі, С-ның 8 дәрежесі дегенімізді, екінші есебе бір нәрсенің квадраты деп жазуымыз керек. Сонда 9 деген қандай санның квадраты? 3 деген санның квадраты. Б-ның 4 дәрежесі қандай санның квадраты? Б квадрат дегеннің квадраты. С-ның 8 дәреже қандай санның квадраты? С-ның 4 дәрежесінің квадраты. Міне, мына жақшаны ашқан кезде қайтадан мына өзі шығады. Мінекей, түсініп отырсыздар ма? Немесе қалай орындаса болады? Былай орындасаңыздар болады, мынаның бір басқа жолы. Қараңыздар. 9 дегеніміз ол 3-тің квадраты. Б-ның 4 дәрежесі дегеніміз ол 4-ті сол 2 мен 2-нің көбейтіндісі деп жазам. С-ның 8 дәрежесі дегеніміз оны сол 4 пен 2-нің көбейтіндісі деп жазам. Сонда мына жердегі 2 деген барлығында 2 деген дәрежені жақшаның сыртына жазам мінекей. Жақшаның, жақша ашамында сол мынау 2-лер жақшаның сыртына жазылады да, ішінде қалады. Сонда 3 мынау 2-лерді өшіп тастаймыз енді мына жерден. Сонда 3 Б квадрат қалып тұр, С-ның 4 дәрежесі қалып тұр. Болды, осылай орындалады. Келесі кезекте нөмірі 2-де 12-ші тапсырма. 2-де 12. Бұл жерде енді кубы түріне келтіріңіздер дейді. Кубы. Тағы да бұл жерде 3-ақ тапсырма екен. Өздеріңіз 1 мен 3-ті орындау үшін мен екіншісін көрсетейін. Қалай дейді? Қараңыздар. 0,100-ден 1 X-тің 12 дәрежесі. Енді ойланамыз. 0,100-ден 1 деппін, балар айып етпеңіздер. 1000-нан 1. 0,1000-нан 1. 1000-нан 1 деп қойайық. Енді X-тің 12 дәрежесі пока что тұра берсін. Енді бұл жерде 1000 дегеніміз 10-ның 3 дәрежесі, ал 12 дегеніміз 4 пен 3-тің көбейтіндісі. Сонда біз мына осы 3 пен, мына 3 пен, 1-дің 3 дәрежесі деген 1-дің 3 дәрежесі деп жазып қоя салсақ болады. 1 дегеніміз 1-дің 3 дәрежесі, ол 1-дің 3 дәрежесі 1-ге тең. Айырмашылығы жоқ қой. Сонда мынау 3 жақшаның сыртына кетеді. Жақшаның сыртына куб болып кетеді. Сонда сол 3-сіз, яғни осыларсыз қалғандарын жазамыз. 10-нан 1 X-тің 4 дәрежесі. 10-нан 1-ді 0,10-нан 1 X-тің 4 дәрежесі осының 3 дәрежесі деп жазсаңыздар да болады. Міне осылай. 2-де 12-ші есепте бізде 3-ақ емес 6 тапсырма екен ғой. Жарайды, мен байқамай қалыппын. 2-ні көрсетсем, енді мен сіздерге 3-ті көрсетейін ба? Негізі бәрі оңай, сіздер айтуларыңыз мүмкін. Ағай 6-ны шығарсаңызшы,
6 қиынырақ қой деп айтуларыңыз мүмкін, бірақ бұл жерде де сол. Оп-оңай, қазір сіздерге дәлелдеп берем. 0,8 қараңыздар. B-ның 6 дәрежесі и Y-тің 9 дәрежесі. Мен жазам минус 0,8 деді ма? 8 B-ның 6 дәрежесі, Y-тің 9 дәрежесі. Енді минус 8 дегеніміз 2-ның кубы, 1000 дегеніміз 10-ның кубы, 6 дәреже дегеніміз 2 мен 3-тің көбейтіндісі, 9 дәреже дегеніміз Y-тің 3 пен 3-тің көбейтіндісі. Болды. Мынау 3 жақшаның сыртына кетеді. Жақшаның сыртында куб, яғни 3 дәреже, жақшаның ішінде минус таңбасы қалады. Ол минус таңбасы сақталады, минус қалады. Сонда 10-нан 2 дегенде 0,10-нан 2 деп жазамыз. B-ның квадраты, Y-тің кубы қалады. Мына жерде қошалып тұрғандарын жазбаймыз, қалғандарын жазасыздар ғой, міне. Сіздер сызбай-ақ қойыңыздар, мен сіздерге түсінікті болу үшін сызып көрсетіп отырмын. Болды осылай. 2-де 13-ші тапсырманы бірінші өзіміз орындауға тырысамыз, балалар. Бірінші өзіміз орындауға тырысамыз, одан соң барып видеоны көмегіне жүгінесіздер. Ені 2m дейді. Көрдіңіздер ме? Ені 2m. Ал ұзындығы еннен 3 есе ұзын дейді. Осыған 3-ті көбейтетін болсақ 6m болады. Ал биіктігі ұзындығынан 2 есе қысқа. Ұзындығынан биіктігі 6m-нен 2-ге бөлеміз, сонда бізде 3m қалады. Сонда ұзындығы ені биіктігі шықты. Осын көлеміне кетейін дейді. Көлемін табу үшін барлығын көбейтеміз ғой, ұзындығын енін биіктігін 2m-ді көбейтеміз 6m-ге, көбейтеміз 3m-ге. Сандарды көбейтеміз. 6 жерде 2 12, 12-ге 3-ті көбейтетін болсақ 36. m-ді бір-біріне 3 рет көбейтетін болсаңыздар, m-нің кубы деген сөз 36 m куб болады. Міне осылай. 2-де 14-ші тапсырма. 2-де 14. Минус 12-ның 4 дәрежесі егер куб бір мүшесін 2 түрлі тәсілмен стандарт түрдегі 2 бір мүшенің стандарт түрдегі 3 бір мүшенің көбейтіндісіне жіктеңіздер дейді. Так. Бізге берілген мынандай. Бізге берілген бір мүше минус 12 А-ның 4 дәрежесі Y-тің кубы. Тағы да балалар видеоны паузаға қойып, өздеріңіз орындауға тырысыңыздар. Бірінші былай дейді. Осы насанда минус 12 А-ның 4 дәрежесі Y-тің кубын 2 бір мүшенің көбейтіндісі де қылып жазыңыздар дейді. 2 бір мүшенің көбейтіндісі қылып жазыңыздар дейді. Ал екінші тапсырмасында осы минус 12 А-ның 4 дәрежесі Y-тің кубы дегенді 3 бір мүшенің көбейтіндісі қылып жазыңыздар дейді. Мінекей былайынан. Мен сіздерге мына біріншісін көрсетемін енді, одан кейін барып 3-ке өздеріңіз жүктейсіздер. Түсінікті ғой. Мен жай ғана енді сандарын бөлемін. Минус 12 дегеніміз қандай сандардың көбейтіндісі? Минус 12 дегеніміз минус 6 мен 2-нің көбейтіндісі делік. А-ның 4 дәрежесі дегеніміз А-ның квадраты мен А-ның квадратының көбейтіндісі деп жазып қоямын. Өйткені дәрежелер қосылады. Ал Y-тің кубы дегенді Y пен Y-тің квадратының жаңағы көбейтіндісі болады. Дұрыс қой, 3 болады. Міне болды, осылай 2 бір мүшенің көбейтіндісі ретінде жаздық. Мынау көбейтілген мынау. Енді сіздер үшеуге, енді өздеріңіз үшеуге бөліңіздер. Үшеуге бөлсек қалай болады? Так, түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі 2-де 15. 2-де 15. Мынау тағы қайталанып келіп атқан есеп. Өрнегін бір мүшенің квадрат түрінде жазыңыздар дейді. Арғы бетте бар ма екен? Так, әлі бізде 2 бет есеп бар екен. 2-де 15. Оп-оңай ғой, негізі. Бұл есептен аттап кетейін деп едім, жарайды. Тағы да өздеріңіз орындап көріңіздер, сонымен мен тексересіздер. Өздеріңіз орындап көресіздер, мен жұмысымен тексересіздер. А-ның 6 дәрежесі көбейтілген B-ның 12 дәрежесі. Бір мүшенің квадраты түрінде жазу үшін енді 2 дәрежені жақшаның сыртына шығару керек. 6 дегеніміз 3 пен 2-нің көбейтіндісі, 12 дегеніміз 6 мен 2-нің көбейтіндісі. Екілер жақшаның сыртына шығаратын болсақ, А-ның кубы B-ның 6 дәрежесі қалады да, біз 2-ні жақшаның сыртына шығарып қоямыз. Болды. Өтейік келесі бетке. Бізде келесі бетке өтетін болсақ, келдік есепке 2-де 10. 2-де 10 жаңа 15-ті шығардық, енді 16 ғой. Тура соған ұқсас есеп болып қалды, соны мен түсінбей қалдым. Біріншісі X-тің 9 дәрежесі, Y-тің 6 дәрежесі. Енді кубы деген соң 3-ке ғой енді. 9 дегеніміз 3 пен 3-тің көбейтіндісі,
6 дегеніміз 3 пен 2-нің көбейтіндісі. 3-терді жақшаның сыртына шығаратын болсақ, x-тің 3 дәрежесі, мына жерде y болады. X-тің 3 дәрежесі, y-тің квадраты қалатты, сыртына 3-ті шығарып қоясыздар. Мінекей. 2-де 17-ші тапсырма. Нөмірі 2-де 17. Өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Біріншісі 0,2 x-тің квадраты көбейтілген y, осының кубы. И неяқта 1000 x-тің 4 дәрежесі, y-тің 7 дәрежесі. Енді өрнекті ықшамдаңдар деген сөз, жаңағындай бірінші сандарын көбейтеміз, 0,2-ге 1000-ды көбейтеміз, x-тің квадратына x-тің 4 дәрежесін көбейтеміз. Негізі жақшамен жазу керек. Ой, балалар, мына жерде мен бір нәрсені ұмытып кеттім. Куб деген дәрежесі бар екен, қараңыздаршы. Мына жақшаны ашуымыз керек қой, бірінші жақшаны ашу керек. Жақшаны байқамаппын не үшін тұрған. Сондықтан 0,2-нің кубын есептейміз. X-тің квадратының кубы деген 6 дәреже, y-тің кубы өзі болады. И мына жақта енді барып 1000 x-тің 4 дәрежесі, y-тің 7 дәрежесі дегендерді жазайық. 0,2-нің кубы 0,1000-8 болады. 0,1000-8 болады. Осыны 1000-ға көбейтеміз. И x-тің 6 дәрежесін x-тің 4 дәрежесіне көбейтеміз. Жақшамен жазып қояйық. Одан кейін барып y-тің кубын y-тің 7 дәрежесіне көбейтеміз. Болды. 0,1000-8-ге 1000-ды көбейтсеңіздер 8 болады. Мына жерде x-тің 10 дәрежесі и y-тің 10 дәрежесі. Өрнекті қазір ықшамдадық оқушылар. 2-де 17-дегі. Енді келесі 2-де 17-нің үшіншісі. Балалар, бірінші өзіміз шығарамыз. Үшінші есепті де өздеріңіз шығарыңыздар дағына. Менің жұмысыммен тексересіздер екеулеріңіз. Минус 3-тен 2 m и n-нің 4 дәрежесі, осының квадраты. Көбейтілген минус 27, m-нің 5 дәрежесі и n. Так, мына минус жақшаның сыртында квадрат жұпсан минус жойылады. 2-нің квадраты 4, 3-тің квадраты 9, m-нің квадраты n-нің 2 көбейтіледі 8 болады. Мына жерде минус таңбасы бәрібірде бар екен ғой. Яқты 27, m-нің 5 дәрежесі и n. Сан мен санды көбейтеміз, яғни минус таңбасын алдына шығарып қоясыздар да, 9-дан 4-ке 27-ні көбейтесіздер. Бұл бір жақшаға жазайық. И m-нің квадратына көбейтесіздер m-нің 5 дәрежесін. Одан кейін барып n-нің 8 дәрежесіне көбейтесіздер n-ді. 27-ні 9-ға бөлетін болса бізде болады 3, 4-ке 3-ті көбейтетін болсақ 12, яғни минус 12. Мына жерде m-нің 7 дәрежесі и n-нің 9 дәрежесі. Бұл алдыңғы сабақтағы дәреженің қасиеттерін қолдандық. 2-де 17 кетті, 2-де 18-ге келдік. 2-де 18. Өрнекті ықшамдаңыздар. 4 тапсырма екен, негізі бар ғой. Мен сіздерге мына есеп негізі өте пайдалы есептер. Бірінші кәнекей видеоны паузаға қойып, бәрін өздеріңіз орындап көріңіздер. Міндетті түрде. Так, қана. Енді берілген кішкене бұлдырлап көрінбеуі мүмкін. Менің кітаптарыңызды ашыңыздар, немесе менің жазғаныма қарап отырыңыздар. Қазір мен мына есепті шығарып отырмыз. Так, берілген жазамыз. Минус 8 a-ның m дәрежесі и көбейтілген x-тің n плюс 1 дәрежесі, қателеспесем. И y-тің n дәрежесі. Бұл бір жақша. Келесі екінші жақша. Минус 2-ден 1 a-ның 2 азайтылған m дәрежесі, қателеспесем. Өйткені кішкене болдырылап тұр. x n азайтылған 1 көбейтілген y-тің квадраты. Тең. Қараңыздар, жақшаның сыртында дәрежелер жоқ, сондықтан минус таңбалар сақталады. Ал минусқа минусты көбейтетін болса плюс болады. Бұтты минус таңбалар жойып кетті. Енді сандарын көбейтеміз бір жақшаға. 8-ге 2-ден 1-ді көбейтесіздер. Сосын кейін a негізде бір жақшаға жазамыз. a-ның m дәрежесі көбейтілген a-ның 2 азайтылған m дәрежесі. Келесі x-тің n плюс 1 дәрежесі көбейтілген x-тің n минус 1 дәрежесі. И y-тің n дәрежесі көбейтілген y-тің квадраты. 8-ге 2-ден 1-ді көбейтетін болса 4 болады. Мына жерде m-ге 2 минус m-ді қосасыздар.
Мен қазір бірден жазайын. М-ге дәреже қосылады ғой, енді М-ге 2 минус М-ді қосасыздар. Плюс М мен минус М. Яғни М-нен М-ді азайтсаңыздар 0 ғой, яғни 2 қалады. Міне А-ның квадраты ғана қалды деген сөз. X де тура солай. X де жазып қояйық. Дәрежелерін қосайық. N плюс 1-ге қосып жатырмыз N минус 1-ді. Естеріңізде ма, қосу амалын орындайтын болсақ, ешқандай жақшасыз жаза берсеңіздер болады. Егер орталары мына жерде бөлу болып, біз дәрежелерін азайтатын болсақ, міндетті түрде N плюс азайтып жатырмыз N минус 1 деп жақшамен жазасыздар балалар, осыны ұмытпаңыздар. Так, өшірейін мен мына жерлерді. Сонда плюс 1 мен минус 1 қысқарады да 2N қалады ғой. N-ге N-ді қосса 2N болмай ма? X-тің 2N дәрежесі. Мына дәрежелер қосылады, Y-тің N қосылған 2 дәрежесі болады, болды. Мынау, енді арасында көбейту деген нәрселерді алып тастайтын болсақ, әдемі тұру үшін, міндетті түрде былай точкаларды қоюдан қажет жоқ. Сіздер былай жазасыздар есептің берілген. Жауабын 4, А-ның квадраты X-тің 2N дәрежесі, Y-тің N плюс 2 дәрежесі. Стандарт түрін жазатын кезде бірінші сан, потом алфавит бойынша әріптерді жазасыздар. Алфавит бойынша. X-тен бастамаңыздар, А-дан бастаңыздар. Нөмір 3-ші тапсырманы шығару үшін мен экранды өшіре салайын нелерді. Тағы да балалар, бірінші өз күшіңізбен орындаңыздар, сосын менікімен тексеріңіздер шығару жолдарын. 0,164-ті көбейтіп жатырмыз. А-ның квадраты, Б-ның кубы, И көбейтілген С. Осыны 1,16-дан 9-ға, А-ның квадраты, Б-ның 7 дәрежесі, С-ның кубы. Жерде маған рұқсат етсеңіздер бар емес па? Бірден есептейін яқта мен. А-ның квадраты, Б-ның и С-ның 4 дәрежесі тең. Так, 0,164. 164 дегенді өзімізге аңғайлы болу үшін. Так, енді қараңыздар, яқта минус таңбасы, бірақ минус таңбасы бар. Ол жақшаның сыртында ешқандай дәреже жоқ, ол минус таңба сақталады. Болды. Так, 164. Екені 4-ке бөлетін болсақ, 64-ті 4-ке бөлетін болсақ, 16 болмай ма? 16, 100-ді 4-ке бөлетін болсақ, 25. 0,164 дегенді сразу қысқартып, осылай жазып жатырмын балалар. Так, енді 25-тен 16, осы санға мына санды көбейтеміз. 1,16-тан 9 деген. Енді бұны айналдырайық сразу. 16-ға 1,9, 9 болса 25, аралас санды айналдырсақ. Ең яқта сан. 0,125 дегеніміз ол 4-тен 1-ді білдіреді. Так, бұл бірінші сандар. Енді А деген негізділер бір жақша жазамыз. А-ның квадраты, А-ның квадраты, және де А-ның квадраты. Келесі С, С-ның кубы, С-ның 4 дәрежесі. Мына жерден көріп тұрсыздар, 16, 16, 25, 25 қатта жалғыз 4-тен 1 қалады. Оны сол минус 0,125 деп қайтадан жазып қоя салайық. А-ның 6 дәрежесі, ең яқта С-ның 8 дәрежесі болады. Бұл осылай жазады жауаптарыңыз. Жақсы, түсінікті болды деп ойлаймын. Лайк басып комментарий жазып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар комментарийға. 2-де 19-шы тапсырма. Өрнекті ықшамдаңдар дейді. Өзі бірақ тапсырма берілген екен. Так, бұл жерде қалай ықшамдаймыз? Біріншісі, 3-тің 5 дәрежесі қосылған 3-тің 9 дәрежесі бөлімінде. Мына тапсырманы орындап жатыр деп қоршап қойғанымыз ыңғайлы болады екен, 3-тің минус 5 дәрежесі және де қосылған 3-тің минус 9 дәрежесі. Так, егер 3-тің 5 дәрежесін тауып, 3-тің 9 дәрежесін тауып, оны қосып жүру деген бұл жерде мүмкін емес. Мүмкін, бірақ уақытымыз көп кетеді, көп есептеулер жүргіземіз. Сондықтан былай істейміз. Қараңыздар. Былай жасайық. 3-тің 5 дәрежесі қосылған 3-тің 9 дәрежесі тұра тұрсын. Жоғарыда біз мұны яқта 3-тің минус 5 дәрежесін бөлшектің бөліміне қарай былай жіберейік. 3-тің 5 дәрежесі қосылған былайынан 3-тің 9 дәрежесі қылып. Міне. Енді бар ғой. Енді бөлшек сан болғаннан кейін 3-тің 5 дәрежесі қосылған 3-тің 9 дәрежесі. Бөлшек кәдімгі жай бөлшектер болады, сонда екен қосамыз ортақ бөлім беріп. 3-тің 5 дәрежесі мен 3-тің 9 дәрежесінің ортақ бөлімі 3-тің 9 дәрежесінің өзі болады. 3-тің 9 дәрежесін 3-тің 5 дәрежесіне бөлген кезде мына жерге 3-тің 4 дәрежесі кетеді. Міне яққа 1 кетеді. Сонда 3-тің 4 дәрежесі қосылған 1 болады. Мына бөлшек санды мына бөлшек санға бөліп жатырмыз. Соны бөлу деп жазып жүргенше мен бірденен көбейту деп жазайын. 3-тің 5 дәрежесі қосылған 3-тің 9 дәрежесі
осыны көбейтіп жатырмын. Жақшамен жазамыз. Мынаған. Мынаның керісіншесіне бөліп жатырмыз. Енді көбейтеміз осының керісіншесіне. Яғни 3-тің 9 дәрежесі, яқа 3-тің 4 дәрежесі қосылған 1. Мына жерде ұқсас мүшені жақшаның алдына шығарамыз. Яғни, қараңыздар, 3-тің 5 дәрежесі қосылған 3-тің 9 дәрежесін былай жазам. 3-тің 5 дәрежесі көбейтілген 3-тің 4 дәрежесі деп жазам міне. 3-тің 9 дәрежесін осындай түрде жазамын. Не үшін? Қазір маған солай керек болады. 3-тің 4 дәрежесі қосылған 1 тең. Мына жерде 3-тің 5 дәрежесін жақшаның алдына шығарам. Ұқсас мүшені жақшаның алдына шығару. 3-тің 5 дәрежесін жақшаның алдына шығарам. Не қалады? Яқта сан жоқ болса 1 қалады ғой. 3-тің 5 дәрежесін жақшаның алдына шығаратын болсам, бізде ішінде 1 қосылған 3-тің 4 дәрежесі қалады. Мына жерде 3-тің 9 дәрежесі, 3-тің 4 дәрежесі қосылған 1. Мына орындарын ауыстырғанның мәні өзгермейді. Мына екеуі бір нәрсе, қысқарады. Сонда 3-тің 5 дәрежесін 3-тің 9 дәрежесіне көбейтеміз. Дәрежелерін қосатын болсақ, 3-тің 14 дәрежесі қалады. Тур осындай қылып енді екіншісін орындаңыздар. Так. 2-де 20. 2-де 20. Дәреже көрсеткіші 2-ге, 3-ге, 4-ге, ал коэффициенті 2-ге тең болатын X және Y айнымаларын қатысты барлық мүмкін стандарт бірмүшелерді жазыңдар. Барлық стандарт бірмүшелерді жазыңдар дейді. Біріншісі не дейді? Ал коэффициенті 2-ге, дәреженің көрсеткіші 2-ге тең. Дәреже көрсеткіші 2-ге тең, ал коэффициенті 2-ге тең болатын X және Y айнымаларын қатысты барлық мүмкін стандарт бірмүшелерді жазыңыздар. Мен сабақтың басында айтқан болатын, дәреже көрсеткіші деген не еді жалпы? Дәреже көрсеткіші дегеніміз әріптерінің дәрежелерінің қосындысы. Яғни коэффициенті 2 болсын десе, 2-ні жазып қояйық. Міне коэффициенті 2-ге тең. И айнымалылар X пен Y болу керек дейді міне. Дәл қазір біз дәрежелерін қосатын болсақ, уже 2 болып қалды. Яқта 1 бар. Енді басқаша жазамаймыз енді. 2x-тің квадраты Y деп жазатын болсақ, уже 2-ге 1-ді қоссақ 3 болып қалады. Сондықтан коэффициенті 2, ал айнымалылары X пен Y болатын, және де дәреже көрсеткіші 2-ге тең болатын. Тек қана мынандай вариант бар. Так, екіншісі 3-ге тең болсын дейді. Онда 2x-тің квадраты Y дейміз. Өйткені 2-ге 1-ді қосса 3. Яғни әріптерінің, X, Y қарамайсыздар. Әріптерінің, яғни айнымалылардың барлықтарын дәрежелерін қосасыздар. Сол 3 болса дәреже көрсеткіші деген сөз. Сосын 2x Y-тің квадраты деген сөз. Енді өздеріңіз 4 болатын жағдайын жазыңыздар. Дәреже көрсеткіші 4 болатын. Мен біреуін ғана жаздым. Енді көрсеткіші 4. Мына бір мүшенің дәреже көрсеткіші 4. Өйткені мына жерде дәрежелерін қоссақ 4 шығады. Сіздер басқа вариант нұсқаларын жазыңыздар. 2-де 21. 2-де 21. Бірінші өзіміз орындауға тырысамыз балалар әрқашанда. Сондықтан мынаны өздеріңіз орындаңыздар. Сосын бар менің жұмысымен салыстырасыздар. Біріншісі x-тің квадраты, y-тің кубы және де z-тің квадраты осының 4 дәрежесі. Көбейтілген x-тің кубы, y осының кубы. Мынақта бөлімінде x, y-тің квадраты, z-тің 4 дәрежесінің квадраты. Енді рұқсат берсеңіздер бірден есептейік. Бірден есептегенде басқа амал жоқ енді. Дәреже ашамыз. Дәреже 4. Ішінде дәрежелер бар. Дәреженің дәрежесі бір-біріне көбейтіледі. 8 болады, 12 болады және де 8 болады. Мына жерде 9 болады, 3 болады дәрежесі. Ал мынақта x-тің квадраты, y-тің 4 дәрежесі, z-тің 6 дәрежесі. Қысқартуға бола ма екен бірденнен? Бұлайдан қысқартасақ болады. Қысқартпай жарайды, бұлай істейік онда. Бірінші 8-дің x дәрежесін, 8-дің 9 дәрежесін көбейтетін болсақ, 8-дің деген емес, x-тің 8 дәрежесіне x-тің 9 дәрежесін көбейтетін болсақ, x-тің 17 дәрежесі. y-тің 12 дәрежесіне y-тің 3 дәрежесін көбейтетін болсақ, y-тің 15 дәрежесі, z-тің x дәрежесі тұра берсін. Ал бөлімде x-тің квадраты, y-тің 4 дәрежесі, z-тің 6 дәрежесі. Бөлініп тұрса дәрежелер азайтылады, яғни x-тің 17 дәрежесін x-тің 12 дәрежесіне бөліп жатырмыз. Дәрежелер азайтылады. 17-тен 2-ні азайтатын болса 15. Y дәрежесі 11, ал z-тің дәрежесі квадрат. 2 қалады, болды. 2-де 21 есеп осылай. Енді ананы өздеріңізге қалдырдым.
2-22 төрттің тізбектес 3 натурал көрсеткішті дәрежелерінің қосындысы 84-ке бөлінетінін дәлелдеңдер дейді. Төрттің дейді тізбектес 3 натурал көрсеткішті дәрежелерінің қосындысы 84-ке бөлінетінін дәлелдеңдер. 2-22 берілген маған тағы да оқуға тура келіп тұр, өйткені кішкене түсініксіз болып қалды. Төрттің тізбектес жаңағы несі? 3 натурал көрсеткіші дәрежелер дейді. Натурал көрсеткіш дәрежелер дегеніміз былай. Мысалы, 4 деп қоямыз да, кәнекей 4. Тізбектес 3 натурал көрсеткіш дәрежелерінің қосындысы. 4-тің мысалы 1 дәрежесі, 2 дәрежесі, 3 дәреже. Тізбектес дегеніміз осылай қатар тұратын. 1, 2, 3 десек болады, немесе 4-тің мысалы 2, 3, 4 депті. Тізбектес бір-бірінің тізбектеліп тұрса болды. Соң қосындылар дейді. Қосындылары. Бізде 84-ке бөлінетінін дәлелдеңдер дейді. 4-тің бір дәрежесі 4, 4-тің квадраты 16, 4-тің кубы бізде болады 64. 16-ға 4 қосамыз 20, 20-ға 64 қоса 84. 84-ке бөлінеді. Келесі 4-тің квадраты 16, 4-тің кубы 64, 4-тің 4 дәрежесі нешеге тең? 64-ті біз 4-ке көбейтетін болсақ 256 болады ма? 256 болады. Сонда 256-ны тағы да қосамыз 16-ға, потом 64-ке 336. Ал 336 бізге тағы да 84-ке бөлінеді, 4 шығады екен. Енді бізде санын қойып, орнына бітіп қойып тексере салдық. Бұны қалай істесеңіздер де орындалады негізі. Бұлай 4 қоса 4. Мысалы, кез келген мысалы 6, 7, 8 десеңіздер де 4-тің 6 дәрежесін, 4-тің 7 дәрежесін, 4-тің 8 дәрежесін қосып шыққан санын ол тағы да бізде 84-ке бөлінеді дейді. 84-ке бөлінетін болады. Не үшін олай? Не үшін 84-ке бөлінеді? Өйткені қараңыздар. Бізде мынау 4-тің 1 дәрежесі, 4-тің квадраты, 4-тің кубы 84-ке бөлініп тұр ғой. Көрдіңіздер ме? Мынау бізде 84-тің мәні, 84-ке тең. Мына өрнектің мәні, өрнек болғанда мынау қосынды. Мынаның мәні 4-тің 1 дәрежесі, 4-тің квадраты, 4-тің кубы дегеннің мәні 84-ке тең. Енді мына кез келген мына мәнді алып, ұқсас мүшені жақшаның алдына шығарайық. Яғни 4-тің 6 дәрежесін мен мысалы қалай айтсам болады? Бұл жерде неше бар өзі? 4-тің 6 дәрежесін 4-тің 5 дәрежесі көбейтілген 4-тің 1 дәрежесі деп жазамын. Ал 4-тің 7 дәрежесін 4-тің 5 дәрежесі көбейтілген 4-тің 2 дәрежесі деп жазамын. Ал 4-тің 8 дәрежесін 4-тің 5 дәрежесі көбейтілген 4-тің кубы деп жазамын. Шығады қайттан, 4-тің 6 дәрежесі 5-ке 1 қосса 6, 5-ке 2 қосса 7, 5-ке 3 қосса 8 деген. Осы мына 4-тің 5 дәрежесі дегенді қазір жақшаның алдына шығарамын. 4-тің 5 дәрежесі дегенді жақшаның алдына шығарамын. Көбейтілген мынау қалады сонда 4-тің 1 дәрежесі қосылған 4-тің квадраты қосылған 4-тің кубы деген нәрсе қалады. Яғни бұл 6-шы класста 5-ші сыныпта өтілген анау натурал сандарының бөлінгіш деген қасиеті бар ғой. Егерде қандай да бір екі сан көбейтіліп тұрса, ол екеуінің именно мынаусы мысалы 84-ке тең ғой. Мынау бізде нешеге тең? 84-ке тең. Бітті. 4-тің 5 дәрежесіне көбейтсеңіздер оны, ол шыққан сан қайтадан 84-ке бөлінеді. Көрдіңіздер ме? Осылай. Мынау 9, 10, 11, 10, 11, 12, 15, 16, 17 десеңіздер де ұқсас мүшені жақшаның алдына шығарсаңыздар, жақшаның ішінде мынау қалады. Ол всегда 84-ке тең, сонымен шыққанмен 84-ке бөлінетін осылай дәлелдедік. Болды осымен, 2-23 тізбектеш 3 натурал санның көбейтіндісіне ондағы ортанғы көбейткішті қосқанда осы ортанғы санның кубы шығатынын көрсетіңдер дейді. Тағы не өп кетті мына жерде? 2-23. Бұл жерде дәлелдеңдер деген жоқ. Бұл жерде көрсетіңдер деп тұр. Сонымен санды қойып өзіміз орындаймыз ғой. Тізбектес 3 натурал санның көбейтіндісіне. Тізбектес 3 натурал санды алайық. 2, 3, 4 деген сандарды алғым келіп тұр. Натурал санның көбейтіндісі не дейді? Осы сандардың көбейтіндісі не?
ондағы ортанғы көбейткішті қосқанда дейді. Ондағы ортасында 3 тұр ғой. Соған қосқанда 3-ті. Осы ортанғы санның кубы шығатын көрсетіңдер дейді. Шыға ма екен? 3-ке 2-ні көбейтсе 6, 6-ға 4-ті көбейтсе 24, 24-ке 3-ті қосатын болса 27. Шынымен де 27 дегеніміз ол 3-тің кубы, яғни ортасында тұрған санның кубы. Басқа мысал келтірейік. 4, 5, 6-ны алайық. 4 көбейтілген 5 көбейтілген 6. Ортасында тұрған санды қосайық. Сонда 5-ке 4-ті көбейтсе 20, 20-ға 6-ны көбейтсе 120, 120-ға 5-ті қосатын болса 125 болады. Шынымен де 125 дегеніміз мынау ортаңғы мүшесінің кубы. Көрдіңіздер ма? Сонда не үшін олай орындалып тұр? Неге? Өйткені қазір мына амалдан 4 жақшаның алдына 5-ті шығаратын болсаңыздар, бізде 4 көбейтілген 6 қосылған 5 шығады. 4-ке 6-ны көбейтетін болса 24, 24-ке 5-ті қосатын болсаңыздар, бізде 31, ой, не өп кетті? 5 шығарамыз. 6 жердегі 4-ім 24, 24-ке неяқта 5 шығаратын болсақ 1 деген ғой, мына жерде бәсе. Жақшаның алдына 5 шығып кететін болса, неяқта 1 қалады. Онда 5 көбейтілген 25 қалады. Ал 25 дегеніміз ол 5-тің квадраты и тең 5-тің кубы шығып тұр. Көрдіңіздер ма? Яғни мына жақшаның алдына ортаңғы мүшесін екеуіне шығаратын болсаңыздар, мына екеуінің көбейтіндісі и наған 1-ді қосатын болсаңыздар, и көбейтетін болсаңыздар 5-тің кубы болады. Көрсетіңдер деді, мен сіздерге көрсеттім енді. Енді түсінікті болған шығар. Өздеріңіз қызық болса 6 көбейтілген 7 көбейтілген 8 деп, оған ортасындағы 7-ні қоссаңыздар, мына 7-нің кубы шығатындығын көріңіздер. Жақсы, келесі бетке өтейік. Келесі бетте өрнекті ақшамдаңыздар. 2-де 24. 2-де 24. Біріншісін көрсетем, болды. Сонымен тағы да балалар, видеоны пауза қойып, өзіміз орындауға тырысамыз. Мен қазір көрсетіп берейін деп жатырмын сіздерге мына есепті, иә. Так, біріншісі 5-тің 2 плюс 3 дәрежесі қателеспесем. И 5-тің 2 минус 1 дәрежесі бөлінген 25-тің 2n плюс 1 дәрежесі. Жақсы, енді аса қатты қиын емес екен, С тобының есебі дегенмен бәрібір қиын емес екен. Яқта дәрежелер қосылады. 2n плюс 3-ке қосасыздар 2n минус 1-ді. Ал 25 деген ол 5-тің квадраты. Ол дәреже мына 2n плюс 1 көбейтіледі. Жақсы, тең болады 5-тің дәрежесі. 2n-ге 2-ні қосатын болса 4n, 3-ке 1-ді азайтатын болса 2, яғни 4n плюс 2. 5-тің мына жерде жақшаны ашамыз, 2-ке 2-ні 4n қосылған 2 болып тұр. Болды, сонда 5 азайтамыз дәрежелерін. 4n плюс 2-ден азайтасыздар 4n. Мына жерде 1 деген ғой, байқамай қалыппын. 4n плюс 2, 4n плюс 2. Мына екеуі бірдей болғандықтан қысқараттаған 1 қалады жауабы. Жауабы бізде 1. 2-де 25-ші тапсырма. Енді бізде 3-ақ тапсырма болғаннан кейін мен сіздерге ортасында тұрғанды көрсетем, болды. Мынаны қалғандарын логикаларыңыз қосып орындайсыздар. Так, 5-тің n плюс 1 дәрежесі азайтылған 5-тің n дәрежесі астында 4. Бөлшекті қысқартыңдар дейді ма? Қысқарту керек тек қана, иә. 5-тің n плюс 1 дәрежесі деген дәрежелері қосылады. Қандай жағдайда? Егер көбейтіліп тұрса мыналар. 5-тің n дәрежесі мен 5-тің 1 дәрежесі көбейтіліп тұрса. Мына жақта 5-тің n дәрежесі бар, астында 4-і бар бөлімінде. Жоғарыдан 5-тің n дәрежесін жақшаның алдына шығаратын болсам, 5 азайтылған 1 и 4 қалады. 5-тен 1-ді азайтатын болса 4 қой. Сол 4-пен мына 4 қысқарады да, бізде қалады 5-тің n дәрежесі. Байқамай 5-тің n дәрежесінде сіз жеріппін. Былай ғой. Мінекей. Міне балалар, осымен бүгінгі бір мүшелер тақырыбын аяқтадық. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңызды комментарийға жазыңыздар. Менің Заңғарағай каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар келесі видеоны өткізе алмас үшін. Сонымен видео аяқталды. Келесі кездескенше.